Сәлем достар. Сізге мен бүгін стаканға шар бөліп, ақша туралы челленджін ойнайтын боламыз. Осы стакандарға шарды үрлейміз. Бағжан екеуміз бірінші сульфа жасаймыз. Егер де сульфада мысалы мен айтам, осы стаканға шарды осылайынан кіргізіп, үрлеп, бір-бірінің ішіне салу керек. Және де біз телефонмен секундомерге қойып қоямыз. Егер де мысалы мен 33 секундта осы стакандарды жинап бітсем, Бағжан 34 секундта болып қалуы мүмкін. Егер де кім аз секундта тезірек жинайды, сол ақша ұтатын болады. Бірінші және екінші, үшінші раундтарға. Үшінші раундтарда ақша ұтқан адамдарға 5000 теңгеден берілетін болады, ал төртінші раундта ұтқан адамға 10 теңге беріледі. Ал ендеше достар, бастайық. Ал достар, біздің ойынымыз бастамастан бұрын бізге лайк басып, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де бізге комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Өйткені біз сіздердің әрқайсыларыңыздың жазған комментарийлеріңізді міндетті түрде оқитын боламыз, және оған жауап қайтаратын боламыз. Ал ендеше бастайық. Сәлем балалар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі челленджімізді жаңа баласы айтып өткендей, стаканға кіші шарды үрлеп, сөйтіп сол демін шығармастан стакандарды жинау қажет болады. Жаңа айтып өтті ғой, бірінші, екінші, үшінші кезеңде 5000 теңгеден берілетін болады. И төртінші кезеңде кім жеңсе, соған 10 000 теңге сыйлайтын боламыз. Балалар, онда ойынымызды бастаймыз ба? Енді бастайық ойынды. Ал балалар, сөлипа жасаңдар. Кім бірінші болады екен? Мен бірінші боламын. Қазір секундты қояйық. Ал балоса бірінші болып жасайды. Стакандар бір шетте тұрып. Қолмен ұстауға болмайды, балоса білесің, қолмен жинауға болмайды. Тек сол шармен жинайсың барлығын. Қанша секундта жинайсың, сол кезде біз секундты өшіретін боламыз. Ал Бағжан секундты баса. Әр жерде тұра берсін? Тұра берсін солай. Оның да жақындата қой. 1, 2, 3. Секунд қосылды. Стама, шарыңды стама. Бұл жерде демін бір қалыпта ұстау керек. Жоқ, тұрғызып бер, мен көмектес. Бірақ қолмен ұстап жинауға болмайды. Bir minut болды, қанша минут болды? 1 минут. 12 секунд. 1 минут бұл? 1 минуттан асып кеттің баласа? Болмайды қолмен ұстау. Болмайды баласа олай қолмен ұстауға. Мама, қиын ғой. Болмайды олай баласа. 1 минуттан асып кетті. 2 секунд. Ой, 2 минут. Көріп тұрсыздар, 2 минуттан да асып кетті.
Болмайды балауса. Қанша минут болды? 2 минут. Тоқтаттың ба? 2 минут 18 секунд. 2 минут 18 секунд дегенде балауса стакандарын жинап болды. Көріп тұрғандарыңыздай камераға жақын. Ой. Қиын ғой, жағым ауырып кетті. Ал енді біз балауса секунд қоя ғой. Бағжанның кезегін бастаймыз. Бағжан неше секундта, неше минутта или жинап үлгереді екен. Баса ғой, кеттік Бағжан. Мал жарайсың. Бағжанды көрдің ба? керек қой. Жоқ, енді мынау оңай тәсілін ойлап тауып істеп жатыр ғой. Болады ғой осылай істеуге. Онда Бағжан құттықтаймын 5 минут. Қазір көрейік қанша секундта. Әлі 1 минутта болған. Бағжан күшті тәсілді ойлап тауып уже жинап үлгерді. 1 минутқа да жетті. Құла. Ал жарайсың Бағжан. Қанша секунд болды? 40 секундта Бағжан жеңді. Ал 5 мың теңгенің құтты болсын. Алғашқы ұтысы Бағжанның. Енді екінші раундта мен осы жолды қолданамын. Ал енді екінші раундта мен осы жолды қолданамын, бірақ Бағжан бірге көтерсін. жоқ, енді қалай жинаса да, сол бір демінмен жинап үлгеру керек қой. Қалай жинаса да, бірақ қолмен ұстауға болмайды. Достар, екінші раунд басталды. Қазір мен бастаймын. 1, 2, 3 секунд қоса ғой. Жарайсың болса. Имитасын қолданбасайын. Баласа жаңағы ойынға қарағанда сәл үйренді. Бірінші раундқа қарағанда. Солай тұрғызып беріп стаканнан көмектесіп тұр бала. Жоқ, секунд айтпай тұрсай. Басын кеткен сайын секунд болады ма? Қанша секунд болды? 53 секунд. Бұл жолы баласа 53 секунд дегенде жинап үлгерді. Ал енді секунд қоса ғой. 53 секунд бекім менен көп жинасым барған. Өйткені мен осы екінші раундта 5 мың теңге ұтым керек. Мен 53 секунд енді артқа қайта басынан бастаймыз. 1, 2, 3 Бағжанда қазір 30 секунд, бірақ Бағжанның өзіне айтпаймыз. Бағжанда бірінші раунд 5 мың теңге ұтты. Екінші раундта мен 5 мың теңге ұттым. Сосын төртінші раундта да мен 10 мың теңге ұтқым керек. Енді өзім солай ойлаймын. Бірінші кезеңге қарағанда екінші кезең Бағжанға сәл қиындау болып жатқан сияқты. Себебі уақыты көпке созылып жатыр. Қолмен Бағжан олай істеуге болмайды ғой. Бағжан олай қолмен істеуге болмайды енді Бағжан. Қолмен ұстауға болмайды саған. Тек қана бір деміңді алып ең соңғы стаканды салды Бағжан. Қанша болды? Бағжан 5 мың теңгемен құттықтаймын деп айта алмаймын. Бағжан бұл жолы 1 минут
31 секунд. болды. Бағжан өзі сенбей жатыр. Себебі жаңа қанша секундта қылды? 43 секундта жаңа бірінші раундта 43 секундта жинап үлгерген еді. Екінші кезеңде 1 минут 31 секундта жинап үлгерді. Саған бағжан біріншісі екінші қиын болды ма не? Біріншісінде оңай жинаған еді, екіншісінде қиын болды дейді. Үшінші раундты қаламыз. Иә. Мен 53 секунд жинаған, бағжан 1 минут 31 секунд. 31 секундта жинады. Бұл жолы бағжан ұтты, ал бұл жолы мен ұттым. Ал енді баласаны құттықтап қойсаңыздар болады. Екінші кезеңде баласа ұтты. Ал енді балалар үшінші кезеңді бастайық. Ал достар, біз үшінші кезеңді бастаймыз. Маған үшінші кезеңді ұтсам да ұтпасам да бәрібір, өйткені маған 5 теңге емес, 4-ші раундтағы 10 теңге қажет. Так что маған бәрібір асықпай да істей беруім мүмкін, бірақ та ұтсам да бәрібір, ұтпасам да бәрібір. Ал ендеше бастайық. Секунд қоса ғой. Қанша болып қалды же? Bir minut 4 секунд ба? Қанша болды? Мамана өшірмеген тағы ғой. Жоқ, мен көрдім ғой, 1 минут 4 секунд. 4 секунд болды. 1 минут. Жоқ, бетті, мен боқ қойған екен бетті. Жоқ, камераға бет көрінді. 1 минут 4 секунд болды. Бұл үшінші кезеңде 1 минут 4 секундта баласа жинап үлгерді. Ал Бағжанды көрейік қазір. Бағжан қазір алады. Тоқтай. Секундты қоса ғой, Бағжанды көрейік, қанша секунд, қанша минутта жинайды екен. Тоқтай. 1, 2, 3. Басталды. Енді 5 минут. Көреміз қазір қанша секундта екен. Бағжанға оңай болып жатқан сияқты. Екеуміз бірге қосып. Елу жеті секундта Бағжан бұл үшінші раундта ұтты. Бағжан бірінші және де үшінші раундтарда ұтты. 5 теңгеден Бағжанда 10 теңгесі бар. Қазір енді басынан бастаймыз. Мен 4-ші раундта енді менің кезегім. Ал осы кезеңде кім аз секундта жинап үлгереді стаканды, сол 10 теңгені алатын болады. Ал енді балалар 4-ші кезеңді балауса бастайды. Ал балаусаға сәттілік. Қанша минут или қанша секундта жинап үлгереді екен. Бұл бізде соңғы айналым, соңғы кезең. Қазір 10 мың теңге кімге бұйырады екен көреміз.
Енді көреміз ол жағын. Қанша? 46 секундта баласа жинап үлгерді. Ал енді секундты Бағжанға қоса ғой. Соңғы кезеңде Бағжан қанша секундта жинап үлгереді екен? Бастадың ба? Бағжан уже бастап кетті. Қазір көрейік қанша секундта жинайтын. Бізде Бағжанда Бағжанға қиын болып отқан сияқты. Деміңді бір қалып тастап тұру керек, иә, Бағжан, иә? Сонда тез-тез жинайсың, әрі оңай болады өзіңе де. Бағжан негіз. Енді 37 болды ғой, мамын мен отатын сияқты ғой жүрді. Енді 37 болды, 37. Бағжанда бірінші кезеңде оңай болған еді. Ал кейінгі кезеңдерде уже қиын болып жатыр Бағжанға. Үшінші кезең оңай, төртінші кезең оңай болып жатқан сияқты. Қанша? 2 минутта. 2 минут. Өкінішке орай біздің төртінші кезеңде Бағжан 2 минутта жинап үлгерді. Ал балауса 46 секунд еді. 46 секундта төртінші кезеңде 46 секундта жинап үлгерді. Ал Бағжаныңкін өздеріңіз көріп тұрғанда 2 минут болып кетті. Сол себепті төртінші кезеңде 10.000 теңгені балауса ұтты. Менде 15.000 теңге. Бағжанда 10.000 теңге болды. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл ойынның жеңімпазы балауса. Достар, біздің видеомыз ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де біздің каналымызға тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Комментарий жазғанда міндетті түрде әрқайсыңыздың комментарийлеріңізді оқитын боламыз және де жауап береміз. Бізде күніге өте қызықты видеолар, челлендждер шығатын болады және де влогтарда шығатын болады. Біздің видеомыз ұнады деген ойдамыз. Осы челленджіміз ал ендеше өте көп болып басыңыздар. Ал біз сіздермен достар келесі видеода жүздескенше деп қоштасамыз. Сау болыңыздар.